Тағы бір қызықты оқиға, бұл өмір бақи ұмытылмайтын. Ол біздің қазақтың даласында да таңсық емес бір кісінің оқиғасы. Ол кім? Окаша ибн ал-Михсан әл-Асади. Окашата деген бар аяқта оңтүстікте. Ширегіңді лақтырасың бар. Күнәңді анау шешіп береді сен. Күнәһарсың ба, күнәһар емессің ба? Аллах тағала солай уақыт түсірген ба ана жерге білмеймін. Күнәңді шелекпен, қашаннан бері күнә шелекпен өлшенетін бір қауқам. Ол коммерциялық ұйымдар олар. Олар коммерциялық ақша жасап отқан, ойлана алмайтын ақымақтарды ақымақ қылып отқан кішкентай бір не? Ақша табу құралы. Алла ақыл берді ғой, сау адам күнәсі қауғамен өлшенеді деген қақтан Абай да айтқан жоқ қой ол нәрсені. Ана Құранды, пайғамбар хадисін қойып қойық, Абай шәкәрімдердің сөзін қарайық машһүр. Сендердің күнәларың қауғадағы шелектердің кейбірімен өлшенеді деген бірде бір нәрсе жоқ. Бірақ олар не істеп жатыр? Бұл жерге бару Аллахқа серік қосу болып табылады. Күнәларды өлшеуші де, тазалаушы да, кешіруші де ол жалғыз кім? Алла. Періштелердің өзі өлшей алмайтын сауаптар мен күнәлар бар. Аллах тағала есепке келген кезде ол ешқандай ондай есепші жоқ. Міне сол Окаша қазақ даласына дейін келді ма, келмеді ма? Бәдірде жүрген Окаша оңтүстікке қарай келді ма, келмеді ма? Келген жоқ ол. Міне айтып кетейін енді. Ертең көрермен бар, басқа бар. Адасып жүргендер болса, өздері бір Алла көкіректерін ашып тәубеге келеді. Енді барам деп ниет қылып жүргендер бар екен біздің ауылда да. Өткенде ана апалар айтып жатыр. Енді барамыз ба деп жатыр. Жақсы болды айтқаның дейді. Кәдімгідей намаз оқып жүрген адамдар барып жатыр. Күнәларымызды өлшеп қайтамыз дейді бар. Машалла.